Тоқ-ішек обыры тоқ-ішектің немесе ішектің шырышты қабатында жасушалардың қатерлі өзгеруінен пайда болатын ісік ауруы. Бұл ас қорыту жүйесіндегі ең жиі кездесетін қатерлі ісіктердің бірі. Тоқ-ішек астын қорытылған қалдықтардан өтетін су сіңірілетін ішектің соңғы бөлігін тоқ-ішектің обыры деп аталады. Осы жерде пайда болған қатерлі ісік уақыт өте келе үлкейіп басқа ағзаларға, бауырға, өкпеге берілуі мүмкін. Көбіне ісік полиппен, яғни ішек қабырғасындағы кішкентай өсімдер арқылы басталады. Полиптер жылдар бойы қатерсіз болып тұрып, кейін қатерліге айналып кетуі мүмкін. Қандай қауіп факторлары бар? Тоқ-ішек обырының пайда болу қаупін арттыратын бірнеше жағдайларды қарастыруға болады. Ол 45-50 жастан асу, тұқым қуалаушылық, полиптердің болуы, дұрыс емес тамақтану, қызыл етті көп жеу, қуырмаған майлы тағамдар, талшық, аз тағам, тартық салмақ, семіздік, темекі, алкоголь, қозғалыстың аздығы, ішектің созылмалы қабыну ауруларының болуы. Бұл аурулардың қандай белгілері бар? Ерте кезінде белгі берілмеуі мүмкін. Кейін мынандай белгілер байқалады. Іш қату немесе іш өту, нәжістің жіңішкеруі, нәжісте қан немесе қара түсті болуы, іштің кебуі, ауырсыну, әлсіздік, тез шаршау, салмақтың себепсіз азаюы, қан аздық. Егер бұл белгілер 2 аптадан ұзақ сақталса, міндетті түрде дәрігерге қаралуы керек. Ең жақсы әдіс ол диагностика жасау. Қандай диагностика жасауға болады? Камерамен ішекті толық көретін камераға түсуге болады. Полип болса бірден сол кезде алып тастайды. Нәжістегі жасырын қан анализін жасауға болады. Биопсия, КТ, МРТ-ға таңдауларыңыз бойынша түсуге болады. Аурудың 4 түрлі кезеңі бар. Ең бірінші кезең ісік тек ішек қабырғасында болған кезеңі. Екінші кезең тереңдейді, бірақ таралмайды. Үшінші кезең лимфа түйіндеріне тарайды. Төртінші кезең басқа ағзаларға берілуі мүмкін. Ерте анықталса, барлық кезеңде де толық жазылу мүмкіндігі бар. Бұның қандай емі бар? Емдеу тәсілі кезеңіне байланысты болып келеді. Бірінші операция. Ісікті алып тастау негізгі ем болып табылады. Химиотерапия қатерлі жасушаларды жояды. Сәулелік терапия көбіне тік ішек обырында болады. Нысаналы терапия бұл заманауи әдістердің бірі. Ең алдымен бұл ауруды болдырмау үшін алдын алу жолдарын қатаң сақтаған жөн. Ол үшін көкөніс, жеміс-жидектер көп жеу, талшыққа бай тағамдарды қолдану, қызыл етті азайту, қозғалыс жасау, спортпен шұғылдану, артық салмақтан сақтану, темекі, алкогольден мүлдем бас тарту. 45 жастан кейін міндетті түрде скрининг жасап тексеріліп тұру. Кез келген аурудың емделу жолы бар екенін естен шығармайық. Денсаулық зор байлық дей отырып, бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Олай болса, одан ары көптеген пайдалы ақпаратпен танысу үшін каналға тіркелуді ұмытпа.